Әріптестер, жаңағы сауалнаманың несін көрсетейін деп едім, қатемен қалай жұмыс жасауға болады. Мысалға, жауап беруші адам аты-жөнін жазады, өз үшін жазады. Одан кейін мен енді тез-тез жауап бере берейін. Домалақтардың барлығына біреу ғана дұрыс болады жауабында. Квадраттар тұрса, онда бірнеше жауаптары дұрыс деген сөз. Мінекей қазір біз бірнеше жауаптыларға келдік. Мен ешқандай бұның дұрыс қате жауаптарына қарап жатқан жоқпын. Басып жатырмын барлығын. Мен сіздерге көрсеткім келіп тұрғаны, соңғы қатемен қалай жұмыс жасауға болады, соны көрсетейін деп едім. Соңына дейін жауап бердік, бәрін біткеннен кейін отправить басасыздар. Так, ответ записан дейді. Посмотреть баллы дегенді қараймыз. Осы кезде бізге жалпы бұл жерде 97 сұрақ болған ғой, соның 23 дұрыс болып тұр. Оның ішінде мына біз аты-жөніміз бар ғой, солда балға кіріп кетіп тұр. Енді бұл саналмайды ғой. Енді қарайсыздар, мысалы, бірінші сұрақтың дұрыс па? Мына жасыл жанып тұр галочка. Екінші сұрақ дұрыс. Мына үшінші сұрақ қате екен, көрдіңіз, қызыл болып тұрады. Сұрағы да, қатесі де бәрі осылай көрініп тұрады. Сосын осы сілтеме арқылы қайтадан тест тапсыруыңызға да болады. Мінекей қайсысы дұрыс, дұрыс емес барлығын осылай көре аласыз. Мынаны қайта-қайта тапсыра берсеңіз, жаттап аласыз мына сұрақтың барлығын. Мінекей осындай. Бірнеше сұрақтардың өзінде дұрыс жауаптар дұрыс. Мына жерде тағы қандай ответтер қалып қойды, мысалы, сол туралы описание бар толық. Осылай тесттің ответтерін көруге болады. Бұны оқушылар өздері көре алады, қанша балл алды, қай сұрақтары қате, барлық көрінеді. Сізге жауабы ретінде бұның қай балалардың қанша сұраққа жауап берді, нешесі қате, нешесі дұрыс деген сияқты барлығын көре аласыздар сіздер. Мінекей бүгінге осы сіздерге көрсеткім келгені.